Бүгінгі сұхбат қонағы ерекше тұлға. Қазақстан тарихының дамуына өлшеусіз үлес қосқан ғалым, профессор, тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобының мүшесі Бейсенбекова Нұрсахан Ахметқызы. Нұрсахан апай, студиямызға қош келдіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздей тұлғамен сұхбат құру біз үшін үлкен мәртебе. Жалпы тағдырыңыз тарих саласына қалай бағыттады? Қазір балалар айтады ғой, мамандық таңдау деп оларға кәсіби бағдар береді. Біз оқыған кезде мен Талдықорған облысы Қапал ауданы Сайын Мұратбеков, Ғали Ормановтардың ауылынан оқығанмын сол мектепте. Бірақ ол кезде бізге кәсіби бағдар беру деген жұмыс болмайтын. Мен сол 7-ші сыныпта оқып жүрген кезде, 6-ны бітіріп 7-ші сыныпта оқып жүрген кезде менен үлкен әпкем Алматыдағы қазіргі Абай атындағы педагогикалық университетке оқуға барып, барлық экзаменде сондай жақсы тапсырып, тарихтан 3 алады, сөйтіп конкурстан өтпейді. Содан елге қайтып келгеннен кейін қазанның басында екеуміз отырмыз, ол жылап отыр. Сонда мен мынандай сөз айттым, соған қазір таңғаламын өзім. Сен жылама, мен тарихтан өшіңді аламын деп. Міне содан кейін мен басқа мамандық туралы тіпті ойлаған емеспін. Бұл бірінші, екінші, 10-шы класс оқып жүргенде Казгудың 5-ші курс студенті Күләш деген апай, фамилиясы есімде қалмады. Шашы ұзын, сары шашы бар еді. Сол кісі біздің елге келіп, бізге сабақ берді. Сол педпрактика екен қазір біз білетін. Сол сабақ бергенде ол кісі тарихты керемет айтады жаңағы кісі. Сосын Казгуды айтады, Алматыны суреттейді. Мен соған керемет дейді, қызығамын. Сосын өзімнің ана бала күнгі айтқан жаңағы тарихтан өшікті алам деген ойды, едіміз сол кісі маған шегелеп кетті. Сөйтіп мен тарихқа барам деп. Және әңгімесінің арасында ол кісі жай ғана Бекмаханов туралы бір-екі сөз айтады 69 жылдары. Бекмахановты біздің оқулықтың, кішкентай оқулықтың авторы еді ғой. Міне менің тарихқа келуімнің жөні осы. Басқадай менде еш нәрсе болған жоқ. Бірақ біздің елде жаңағы Сайын Мұратбековпен бірге атақты 2 жазушы біздің елге келді. Біреуі қазір ойласам, ол кім? Тахауи Ақтанов екен. Үшіншісі есімде жоқ. Бердібек Соқпақбаев. Осы 3 кісі біздің елге келгенде, неге екенін білмеймін, біздің үйге тоқтады. Анам сол кісілерге құрмет көрсетті. Солардың қасында мен отырып, жаңағы 3 кісінің әңгімесін тыңдағаннан кейін менде бірдей болды. Журналистикаға барсам екен деп. Кішкене бір өлең жазатыным да бар еді. Бірақ қалай болғанда да мен уже 10-ші класты бітіргенде Алматыға бірақ мақсатпен Казгудың тарих факультетіне келдім. Үлкен конкурс 69 жылы. 2-4-2-5-пен оқуға түстім. 69 жылы 74-те бітіріп, енді Арсаж Бөкетовтің шақыруымен осы университетке келдім. Қарағанды мемлекеттік университеті аталады ол кезде. Содан бері осында жұмыс жасаймын. Енді қатпарлы тарихымыздың сан кезеңін зерттедіңіз. Талай шәкіртті алдыңыздан өткердіңіз. Осы тұста кешегі мен бүгінгі деп салыстыра қарасақ, тәуелсіздікке дейінгі, кейінгі деп салыстыра қарасақ ойыңыз. Біздің ұрпақ шындығында да осыны салыстырады. Тарихтың өзі салыстыру арқылы таниды ғой, таразының басына жақсы мен жаманды қатар қойу керек деп. Меніңше сол салыстырмалы түрде қалғанда бүгінгі мен кереметтей қуанамын, тәуба деймін. Өйткені орыс тілін білмейтін мен сияқты Алматыға келген балаға Алматыда орысша сабақ оқу өте қиын болды. Сол кезде Алматының көшесінде жүргенде қазақша сөйлесең, автобустың ішіндегі бізге бір басқаша көзқарас. Әсіресе Карл Маркстың, Энгельстің еңбектерін оқығанда түсінбей кітапханада жүрген кездеріміз, ол бір. Екіншіден, өзіңнің тарихыңды айта алмау. Өйткені менің анамның тарихы шындығында да тарихшы болуым анамның әңгімелері себеп болған шығар деп ойлаймын. Оның бірінші жолдасы халық жауы болып ұсталады, 10 кірсарын бір тайша жетпей қалады. Сосын ол халық жауы болып 31-ші жылы ұсталып кетеді. Содан 32-ші жылғы аштықтың ортасында оны босатады. Ол Алматы НКВД-ның түрмесінде жатқан. Сонан кейін менің анамның әкесін жаңағы 28-ші жылы шеше айтатын еді, үкімет 28-ші жыл келді деп. Мен бой бермеймін, 28-ші жылы келген жоқ, 17-ші жылы келді, 18-ші жылы үкімет орнады деп. Өйткені сол кездегі оқулықта Совет үкіметінің триумфальный шествие советской власти деп жазылады. Салтанатты шеруі 18-ші жыл деп. Сөйтсем 18-ші жылы ол біздің елге әлі үкімет келмеген. Үкімет келгені біздің аналарымыз Голошокиннің анау
ауқаттыларды кулак ретінде жойған іс әрекетінен байланыстырып айтады екен. 10 шақты қойы бар, 15 шақты жылқысы бар. Нағашы атам мен әжемді неге кулак деп конфискация жасаған кезді шешенің есінде қалған. Шеше 16 жылғы туған еді. Сонда сол тарихты да бізге айтты ғой. Халық жауының әйелі, әке шешесі анандай болып ұсталған, ағайын туғандардың көбі Қытайға кеткен, бірдің жалғыз қызы. Осының барлығын есейе келе тарихты саралаған кезде соны оқи алатын, соны жаза алатын бүгінгі күнге мыңда бір шүкір деп айтам. Өзіңнің шаңырағың бар. Кешегі қазақтың шаңырағы жаңағы отаршылдардың атының аяғында тапталды. Бесігі яғни отаршылдардың отында өртенді. Осының бәрі қайтып келіп өзіміздің құндылығымызды оқи алатындай. 35 жылдың ішінде менің поколение, то есть біздің ұрпақ осының қадірін мықты біледі деп ойлаймын. Өйткені салыстыру арқылы білеміз, кешегі медік, бүгінгі медік. Көрдіңіз бе? Сондықтан бүгінгі күнді өткенмен салыстырсақ, ол жер мен көк деп айтуға болады. Өзіңнің мемлекетің бар, өзіңнің әнұраның бар, өзіңнің жаңағы елтаңбаң бар, өзіңнің мен қазақпын деп айта аласың. Ал біз қалай өстік? Үйімізде, төрімізде, портретте тұрған кімнің жүзі таныс бізге жақын тұрған кім, ол Ленин бабамыз, ол Ленин данамыз деп оқыдық. Ал онан кейінгі өлеңді біз қандай өлең айттық? Мой адрес Советский Союз, мой адрес басқа өлеңді білмедік қой. Енді қазір қарасаңыз құндылықтарымыздың бәрін білеміз. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі заманмен бұдан 35 жылғы өмір бұл жер мен көк. Оны үсті салыстырғанда бүгінгі ұрпақ ұға ма, ұқпай ма, оның жөні басқа. Ал біздің ұрпақ ертең біз кеткеннен кейін қандай заман болатынын қайдан білейін. Бірақ біздің ұрпақ тәуелсіздіктің тұғырын өмірі түсірмесе екен деп сол үшін қызмет жасаймыз деп ойлаймын. Осыған дейінгі берген сұхбаттарыңыздың бірінде кеңестік дәуірде біз көп дүниені оқи алмадық деген екенсіз. Қазіргі жастарға не кеңес бересіз? Ой шіркін, кеңестік дәуірде біз енді қараңызшы, еңлік кебекті қалқаман мамырдың өзін шешей ұрлап оқытатын. Абай жолы да ол кезінде біздің кезімізде енді шығып, оның шығуының тағдырын да біз білмедік қой. Мұхтар Әуезовтің ауырып қалғанын, оған жаңағы Бейсенбай Кенжебаевтың көмегін, оның бірде біреуміз оқи алмадық. Керек десеңіз батырлар жырынан Қамбар батырдан басқаны біз оқымадық қой. Қамбар ғана кедейлерге көмектескен, соны ғана оқыдық. Басқа рухани құндылықтарды біз білмедік. Зылиха Жүсіп деген мысал. Сондықтан совет дәуіріндегі оқи алмаған, даже біздің сол 68-69 жыл, 70 жылдар Бекмахановтың еңбегін оқи алмаған дәуір болды ғой. А қазір оқимын десең бәрі бар. Электронды кітапхана ма, жоқ, шыққан кітапхана ма. Тек қана кітаптың қадірін білетін болды. Сондықтан бүгінгі ұрпақ қойла айтар едім. Бірінші, қазақтың тарихына байланысты, әдебиетіне байланысты, жер су аттауларына байланысты, салтына, дәстүріне байланысты, құқығына байланыстарды оқу керек. Мысалы, Аласапыранды оқымайтын ұрпақ бүгін бар. Аласапыранды оқысаңыз, оның ішінде Ораз Мұхаммедтің қалай өмірі, Қадырғали би қосымы, Тәуекелдің көрегендігі, осының барлығы біз оқымаған дүние. Не оқулықтан оқымай, не әңгімеден естімей. Тек қана анам марқұм 81 жылы аштық туралы айтып беріп, бір кезде байқап қалды менің жазып отырғанымды. Құлыным өшіріп таста, үкімет естіп қоймасын деді. Міне сондай ұрпақтың соңғы поколениясы біз болайық. Ал енді бүгінгі ұрпаққа мыңдаған әдебиет, мыңдаған дүниелер бар, соны оқу керек. Ең болмаса күніне бір жарты сағат кітап оқыса, олар меніңше ойлаймын керемет дүние болады. Кешке дейін анау телефонға қарап отырған ұрпақтан қорқамыз. Оның бір өзімнің немерелерім. Ертегі оқымайтын ұрпақ өсіп келе жатыр. Батырлар жырын білмейтін ұрпақ өсіп келе жатыр. Ал енді Қыз жібек фильмінің тарихын оқып білмейтіндер бар. Сондықтан бүгінгі ұрпаққа тек қана бүгінгі анау, конечно, Макиавеллиді де оқу керек шығар, жаңағы бай болуды да оқу керек шығар. Бірақ өзіңнің мен кіммін деген сұраққа жауап беру үшін алдыменен тарихты романдарды оқу керек, тарихи деректерді оқу керек деп ойлаймын. Енді рухани құндылықтарды барынша дәріптеп жүрген үлкен бір тұлғасыз. Сізге осынша рухты кім береді? Қайдан аласыз осынша рухты? Мен енді ойлаймын, мен анама берген уәдем бар еді. Бір ақ көйлегі болатын, соны жұмыстан келгеннен кешкісін жуып таңертең қайтадан соны киіп баратқанын көріп көз алдымда өсті. Сосын тауықты сояды, соның тамағын
қанатын өзі жейді да 2 санын 2 қызға береді, жалғыз ағам бар, соған кеудесін береді. Кейін ержеткеннен кейін тауықты жеп көрсем, қанатында ет жоқ екен ғой. Бүгінгі күні мен тауықты жемеймін. Тауықты әкелсем менің есіме жетімдігім түсіп кетеді. Сонда кейінде мен 10 классқа барғанда армандайтынмын, мен оқуға түсіп жұмыс істесем, мен анама көйлек әперемін деп. Екіншіден, мен анама тауықтың етін жегізбеймін деп айтатынмын. Енді балалық арман. Міне сол анамның сондай қиындыққа төзіп, жолдасы армиядан соғыстан келмей қалып, әмеңгерлікпен оның екінші інісіне беріп, одан 2 қыз туып, сол бейнетті көріп, аштықты көріп жүріп, 3 баланы оқытып жеткізу, анам рухты адам еді. Бірақ сауатсыз дегенде мына Совет үкіметінің несін білмейді. Бірақ ол ерте арғында қалқама мамырды жатқа біледі. Сосын мақалдап, мәтелдеп сөйлейтін кісі еді. Сонда мен ойлаймын, ана көйлекті жуа салып, сыртылған жерін тіге салып, таңертең жұмысқа кетіп, солай жүреді. Сосын кейінде көп көйлек әпергенде, мама ананы киші, мынаны ки дегенде, менің Зейнеп екенімді ел біледі ғой деп, ана жақсы киімге қызықпайтын. Рухы мықты адам еді. Байдың қызы деп жаңағы әкесін ұстап кету, айдап кету, онан кейін жолдасын алып кету, соғыстан оралмай қалу, жалғыз баламен қалу, онан кейін екінші күйеуге тигенде ол күйеуінен жалғыз баласын аяу, осындай бейнет шешеміздің рухын өлтірмеген. Сонда тіптік жүретін ауылдың бабушкаларының, әжелерінің ортасында менің анамның шоқтығы биік тұратын. Өйткені ол кісі қазақтың мақал мәтелдерімен сөйлейтін адам еді, рухты адам. Мен ойлаймын, мен содан алдым деп. Екінші рухты мен Бекмахановтың еңбектерінен алдым деп ойлаймын. Бекмахановты түсіндірген оның қызы Нелли Ермұханова Бекмаханова болды. Сол кісінің рухына мен мықты табынатын едім. Әкесі ұсталып кеткен, Казгуде бізге 1-ші курста сабақ берді. Сонда Казгудегі сол кездегі ұстаздар ол кісіні жақтырмайды. Ақырында соны түртпектеп ол кісі Мәскеуге кетіп қалды ғой, Нелли Ермұханова. Сол кісінің мойымағандығы маған сондай күш беретін еді. Мен ойлаймын, сол өзімнің өмірімдегі сол 2 адам, біреу анам, біреу екінші, сол ұстазым Нелли Ермұханова Бекмаханова. Енді бүгінгі біздің елдің басты байлығы ол шындығында бейбітшілік, тыныш заман. Енді бірлік, татулық деген сөздердің төркінін жастарға қалай ұғындыруымыз керек? Мен ойлаймын, мектептен бастап үйрету керек. Өйткені мектепте тарих, әдебиет, география, сосын кейін құқықтану бар, онан кейін экономика сабағы бар. Осы 5 пән арқылы мектепте сабақтың үстінде жаңағы білімділігі және тәрбиелік мәні деген болады екен, сабақтың 2 бағыты болады екен. Сол тәрбиелік мәнінде міндетті түрде 5 минут, 10 минут болса да салыстырмалы түрде қазақтың тарихын айту керек. Бірліктің арқасында, жаңағы татулықтың арқасында дәрежеге жеткенімізді, және сол бірліктің азайған кезінде азып тозып кеткенімізді, содан сабақ алатындай қылып. Онан кейін міндетті түрлі барлық мектептің ауласында ма, или аудиториясында ма Күлтегіннің жазбасы тұрса деп ойлаймын өзім. Бір мектептен сондайды көргенмін, соған керемет қуанам. Ол Шахтинский жақтағы мектеп. Сонда Күлтегіннің мына жазбасы тұрса деп ойлаймын. Ауыз бірліктің жоқтығынан бек ұлдарың құл болды, ақ қыздарың күн болды. Күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым, аш қалқымды тойындырдым, жалаңаш қалқымды киіндірдім деген сөз бұл мәңгілік теориялық тасқа жазылып қана қалада қалмау керек. Меніңше бұл әрбір мектепте, әрбір жаңағы мекемелерде тұрса, бірлікке, татулыққа шақыратын осы деп ойлаймын. Ал араз болған кезде біздің жағдайымыз не болды? Аңырап қалған кездері тарихта. Сондықтан тарих пәнінің ұрпақты ұлтсандылыққа тәрбиелеудегі рөлін біз әлі түсініп жатқан жоқпыз. Меніңше осылай деп ойлаймын. Салыстырмалы түрде көрсететін болсақ, біздің балалар бірлік болған жерде осындай дүние болған күнде, бірліктен айырылған күнде ұлы империя жоғалды. Яғни ол бүгінгі тәуелсіздік үшін де қажет. Бірлік болу керек, көрдіңіз бе? Маған сондай осы мәселе жанымда ауыртады. Сабақтың үстінде мен бір 10 минут міндетті түрде салыстырмалы дүниені айтамын. Өйткені менің оқитын тақырыбым алаш қозғалысын және тарихнама. Өйткені осы 2 пән арқылы мен студенттерге солай беремін. Ал мектепте бұл міндетті түрде берілу керек. Биылғы жыл біздің ел үшін саяси бір салмағы басым жыл болып тұр. Тарихи үлкен бір кезең сәтінде тұрмыз. Жаңа ата заңға байланысты өзіңіздің тарихшы ретінде қойыңыз. Шындығында ата заң дегеннің өзі бар ғой.
керемет ат ұнайды. Біреулер ата заң десе үйде айтпаңыз конституция. Мен айтам, жоқ, ата деген именно қазақтың тірегі екендігін, ер адамның мықтылығын көрсететін дүние деп ойлаймын. Ол ата жұрт, ата заң деп. Ана жұрт деп айтпайды, ата жұрт деп айтады. Сондықтан ата заңды жаңадан қабылдау ол өте дұрыс. Өйткені 30 жылдың ішіндегі жетістігі де бар, кемшілігі де бар. Соның бәрін ескере отырып, біздің осы жолғы конституциямыздың анау кіріспесінде жазылған дүниелерді қарасаңыз, соның ішінде біздің рухани құндылықтарымызға көңіл бөлу деген, бұл енді шындығында да есіңді қайта жинады деп айтар едім мен. Осы тұста елдің үнін есту үшін Қазақстан халқы кеңесі құру қолға алынуда. Меніңше Қазақстан халқы кеңесі деген құрылғаны дұрыс, бірақ оның ішінде бір нәрсені айтып кету керек. Енді осының ішіне Қазақстанда тұратын барлық халықтар, аз этностар, олардың да бір белгілі проценті көлу керек. Жұмысшының, интеллигенцияның, мәдениет өкілінің, ғалымдардың да представительдері болу керек. Сонда ол шешіледі. Және енді екінші, соның ішінде жастардың да өкілі болу керек шығар. Ал енді құрылтайға міндетті түрде мен ойлаймын, жастар бару керек. Жастар болғанда 40 пенен 65-тің арасындағы поколение барса құрылтайға, халықтың мүддесін ойланатын. Тіпті 35-тен 65-тің арасында. Сондай жастар құрылтайға қатысатын болса, соның ішінде экономиканың бар саласында жұмыс істейтіндер, мәдениет саласында, ауыл шаруашылығында, ұстаздардан да, сонда мен ойлаймын, тепе-теңдік сақталады шығар деп. Әрине енді оны өмір көрсетеді, бірақ құрылтай деп қайтадан бұрылуы мен сондай қуантты. Ал енді құрылтайдан мен үлкен үміт күтемін. Құрыл бір жерге бірігіп, халықтың мүддесін ойлайтын бір үлкен саяси жаңағы биліктің несі бір тармағы болады деп ойлаймын. Сенемін. Өте жақсы. Соңғы сұрақ болсын, енді сіз шаршатып алдық деп ойлаймын. Қазіргі заман талабына сай, заман ағымынан қалыспаймыз деп Еуропаға көп еліктеп кетіп, өзіміздің рухани сабақтастығымызды әлсіретіп алған жоқпыз ба? Ол сөзсіз. Оған бірінші мынау ашықтық. Совет үкіметінің бір жаманы бәрі жабық болды, ештеңені білмедік қой. А қазір ақпараттың легі ағылып жатыр. Күнделікті әлеуметтік желіден қарап отырып, әлеуметтік желіде қазақ жастарының жазып атқан дүниелерін оқығанда жүрегім ауырады. Күйбің тіршілік, киім, кешек, ішкен тамақ, сондай дүниені көрсетеді. Неге бір оқыған кітабынан үзіндіні жазып екінші біреуге соны сілтеме бермейді? Челлендж деп жатамыз ғой, соны жазсақ қандай жақсы болар еді. Сондықтан мынау Европа қазір меніңше ескі құрлық деп аталады ғой. Европаның салты мәдениеті керісінше Қазақстандағы салт мәдениетке шығысқа қарай мойын бұрған сияқты. Өйткені шығыста жаңағы тіпті бір ғана салт дәстүрді, жеті ата дәстүрінің өзі бұл мәңгі сақталатын дүние. Адами қасиетті, физикалық жағдайымызды сақтап тұратын дүние. Өте тамаша, көп рахмет. Енді тарихты тереңінен таныған сіздердей тұлға барда тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы боларына мен сенемін. Бойыңызға қуат, денсаулық тілеймін. Құрметті көрермен, біздің арнада талай танымды тақырыптар қозғалады. Олай болса, біздің келесі қонағымыздың кім екенін білгіңіз келсе, біз қозғар тақырыптарға құлақ түргіңіз келсе, бізді жіберіп алмаңыздар, бізге жазылыңыздар.